Айлин қаладағы Ақнұр маркет деген әмбебап дүкенінде жұмыс істейтін. Дүкеннің атмосферасы әр күн сайын бірдей көрінгенмен Айлин үшін зерікпейтін жер еді. Себебі ол адамдарды бақылағанды, олардың таңдауынан мінезін көргенді жақсы көретін. Таңертең дүкен жаңа ғана ашылғанда есік алдынан тәтті нандардың иісі шығып тұратын. Айлин сөрелерді реттеп жүріп, бүгін бір нәрсе өзгеретін сияқты, деді өз-өзіне күлімсіреп. Қыз жұмысқа келгеннен бастап көңілі көтеріліп тұрған, бірақ неліктен екенін өзі де білмейді. Сағат 10-дарға таман дүкеннің есігі жай ғана сыңғыр етіп ашылды. Ішке орта бойлы қара жігіт, спорттық киім киген жігіт кіріп келді. Айналаға қарағанда көздері бір түрлі жылы, тіпті күліп тұрғандай. Айлин оны байқамауға тырысқанмен, көздері еріксіз соған қайта-қайта түсіп отырды. Жігіт сөрелерді асықпай аралап, бірде нанға тоқтап, сосын басқа бөлмеге өтеді. Ұзақ таңдайтын адам сияқты түрі. Сосын ол кассаға келді. Сәлеметсіз бе? Негізі мен нан іздеп келдім, бірақ мұнда неге бәрі әдемі, деп ол күлді. Айлин сәл тосылып қалып, әдемі нан ба? Жоқ, жалпы атмосфера. Мүмкін кассирдің күлімсірегенінен шығар, деді жігіт. Айлиннің беті қызарып, қалайсыз, тағы бірдеңе аласыз ба, деді даусын қалтыратпай. Әзірге осы жеткілікті, бірақ мүмкін ертең тағы келермін. Келесі күні ол қайта келді. Бұл жолы қолында лимон, бір ғана лимон. Сіз шынымен тек осыны аласыз ба, деді Айлин күліп. Я, деді жігіт салмақты кейіппен. Бұл өте қажетті зат. Бір лимон? Я, қышқыл, бірақ оның да бір тәтті жағы бар. Сіздің күлімсіреуіңіз сияқты. Айлин тағы да қызарып кетті. Жарайды, лимон болса лимон, деді ол. Жігіт келер алдында бір сәтке тоқтап артына қарап. Айтпақшы, ертең тағы келемін. Дүкенге жаңа тауар келеді ғой. Қандай тауар? Сіз күні бойы осында тұрасыз ғой. Айлин ішінен бұл не деген сөз деп таңдана, бірақ бір ерекше қуанып қалды. Ол 3 күн қатарынан келді. Әр жолы басқа затпен. Бірінші күні лимон, екінші күні бір дана печенье. Үшінші күні бос пакет. Бұл жолы неге келдіңіз, деді Айлин пакетке қарап, таңғалып. Пакет қажет, деді. Неге? Білмеймін, бірақ сізбен сөйлесу үшін бір себеп керек болды. Айлин күлкісін тия алмай қалды. Айтпақшы, сіздің атыңыз кім, деді қыз. Менің атым Данияр, ал сіз Айлин. Айлин, есіміңіз әдемі, жүзіңізге сәйкес. Жымия отырып, ол тағы да кетіп қалды. Айлин әдеттегідей таңнан бері бәрін бақылап жүрді. Есікке келушілер, сөрелер аралаған адамдар, бірақ Данияр көрінбейді. Түсте жоқ, кешке де жоқ. Келесі күні де жоқ. Айлиннің көңілі бір түрлі түсіп кетті. Оның күтетінін енді түсінді. Неге келмеді екен, бірдеңе болды ма екен, әлде мені ұмытып кетті ме екен деп ойлады. Сол оймен 3 күн өтті. 4-ші күні кешкісін дүкен жабылар кезде есік кенеттен ашылып, ескі таныс дауыс естілді. Айлин! Қыз селт етіп қарады. Данияр тұрыпты. Шаршаңғы, бірақ күлімдеп. Кешірші, ауыр тұмау ұстап, үйден шыға алмай қалдым. Айлин кенеттен жеңілдеп қалды. Жақсыз ба өзі, деді ол. Енді жақсымын, дәріханадан келгенмін. Бірақ ең маңызды нәрсе сізді көру еді. Айлин оның шашын, түрін, қимылын басқаша көріп кеткендей болды. Олар касса жанында ұзақ сөйлесті. Дүкенде адам жоқ. Айлин сөрелерді жинаған болып, екеуі бір-біріне жақын тұрды. Айлин, мен сізді бірінші күннен бері ұнатамын, деді Данияр. Неге? Біз таныс емеспіз ғой. Ештеңе білмесе де сіздің күліп тұрған көзіңізді ұмытпаймын. Айлиннің жүрегі шым ететіндей сезді. Мен де сізді күтетінімді мойындаймын, деді ол. Данияр күлімдеп. Онда ертең дүкен бітеді ғой, сол кезде кофеге бірге шығып қайтайық, дейді. Айлин я деп басын изейді. Ертесі кешке олар бірге дүкеннен шықты. Жанындағы шағын
кофеханаға отырды. Данияр оған шоколадты капучино алып берді. «Бірінші шоколадты сізге берейін», деді ол күліп. «Неге?» «Себебі бірінші күннен бері сізге бергім келген». Сол кеш ұзаққа созылды. Әңгіме таусылмайды. Екі адам бір-бірін бұрыннан танығандай жақын сезінді. Келесі апта Данияр дүкенге гүл әкелді. Бірақ ол гүлді қолымен бермей, Айлин жұмыс істейтін кассаның астына қойып қойған. «Айлин, төменге қарап көрші», деді ол. Қыз көріп күліп жіберді. «Неге үнемі осылай ерекше жасайсыз? Өйткені сіз ерекше адамсыз». Уақыт өте келе олар жиі көрісетін болды. Данияр күнде келетін болды. Айлин жұмысқа бұрынғыдан да қуанып келетін болды. Ал дүкен екеуі үшін кездесу орнына айналды. Сөрелер арасында басталған махаббат бір күні әлде қайда үлкен сезімге айналды. Данияр бір күні: «Айлин, сені дүкеннен емес, өміріңнен іздегім келеді», деді. «Онда іздемей-ақ қой, мен мұндамын», деді Айлин. Олар күліп құшақтасып, осылайша дүкеннен басталған көңілді романтикалық оқиға махаббатқа ұласты.